Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай керемет, өте жұмсақ, үлпілдек құймақ дайындайтын боламыз. Бұл арнада түрлі рецепттер бар, сондықтан да жаңа рецепті жіберіп алмас үшін подписка кнопкасымен қоңырауды басып кетуді ұмытпа. Бұл құймақ қарапайым ингредиенттен жасалады. Ингредиенттер керекті описанияда жазылып тұр. Ең алдымен біз айранымызға жарты қасық шай қасық содамызды салып, жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Яғни видеодағыдай көпірген масса пайда болғанша араластырамыз. Кейін 2 немесе 3 ас қасық қант саламыз. Яғни құймағымыз тәтті болсын десеңіздер 3 қасық салуларыңызға болады. Ал егер де қатты тәтті емес десеңіздер 2 ас қасық салсаңыздар жеткілікті. Оны осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін міндетті түрде електен өткізілген ұнды салып, жақсылап құймағымызбен араластырамыз. Видеодағыдай масса шығуы қажет. Осы массамызды алдын ала табада қыздырылып тұрған майымызға салып, яғни жарты ас қасық немесе 1 ас қасықтай мөлшерде салып, өз көз мөлшерлеріңізге үлкендігіне қарай салып қуырасыздар. Яғни сіздерге қандай формада қажет, қаншалықты үлкен соншалықты етіп салып қуырасыздар. Бірінші жағы қызарып алғаннан кейін біз вилканың не болмаса лопатканың көмегімен екінші жағын қызартып дәл осылай қуыратын боламыз. Яғни бірінші жағынан кейін екінші жағын аударғанда ол өзі үлкен болып көтеріле бастайды. Оны аударып алғаннан кейін қақпағын міндетті түрде жауып қойсаңыздар, ол өз формасын сақтап тұрады. Екінші жағы қызара бастаған кезде қақпағынан ашып, осылай барлығын майдан сүзіп аламыз. Барлық құймақтарымызды осындай ғып дайындаймыз. Міне өте үлпілдек, өте керемет құймақтарымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жазып көріңіздер. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.